Кетті. Қарай мына жерде, короче, саған есеп шығаруға, короче. 45, 15, тең 100. Бұл жерде бір ши арқылы, короче, бар емес па? Бір ши арқылы, короче, 100 шығаруым керек қой. 45 теңге сатсаң 100 болады. Соны бір ши өзгертіп, короче, 100 шығара аласың. Тапсаң, ақша беремін, ақша. 45-ті? Ойлан. Бір шиді өзгертесің да, короче, тең 100 шығады. Бір ши берді. Болмайды ғой. Қалай менсінен 100 шығады, қумаш? Көрсек еді. Болады шығады негіз. Мен білем оны секілет. Өзің менс болып тұрсың, қалай болғанда? Сол айтып отырмын ғой. Мен сол бір ши арқылы, короче, не болады? Не болады? Бір ши арқылы, короче, бар емес, мен істейсің ғой. 100 шығады. Бір шиді өзгертсең. Тапсаң, қанша бар мына жерде? 9,5 мың теңге бар екен қалтамда. Ақша аласың. Қалай 100 шығады? 100 болып тұр ғой? 100 болып тұр ғой, сол мына жерде бір цифр арқылы, короче, сол тең 100 болып тұрады. 100 шығады да. Енді 100 шығып тұр тең. Енді қаяқтан шығады ма? 45-тен 15-ті алсаң 30 болып қалады ғой. Иә. Сол бір ши арқылы, короче, сен сол 100 болып шығады да тең. Бір шиді өзгертсең, бір шиді өзгертіп, короче, мысалы, көбейту, алу или қосу, сол арқылы тең 100 шығады да, короче, сен. Табыласың ба, табылмайсың? Болды, сіз уақыт кетіп отыр. Сен маған андап тұрсың? Бұзылы ғой. Табылдың ба, табылмадың ба? 100 шығады дейсің ба? Содан? Қосқан кезде да? Қосасың ғой еді? Білмеймін, қосу алып бір ши арқылы, короче, өзгертесің. Жоқ, кетіп қалған ғой. 100 шығу керек, насыған кетпейтін да. Жоқ, насыған өзгермейді, короче, мен ақтан өзгереді. Болса уақыт кетіп отыр ғой. Қалай болады ол жерде жоқ болып қалады ғой.